Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті ауылдастар, ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен Сфабегенар Маратбекұлы, Ауыз агрокомпаниясының директоры және ауыл шаруашылығы YouTube арнасының негізін қалаушы. Сонымен қатар Қазақстанды агродержаваға айналдырам дейтін арманның авторы десем болады. Және бұл арманды менен басқа да көптеген қандастарымыз, көптеген ағаларымыз армандап жүр екен. Және соның бірі және бірегейі ТДФА немесе The Development Fund of Agriculture деп аталатын дәл осы ғаламат жоба. Бұл жобаны достар, құрметті қандастар, сіздер біреуіңіз білетін шығарсыздар, біреуіңіз білмейтін шығарсыздар, біреуіңіз естіген шығарсыздар, біреуіңіз естімеген шығарсыздар. Дегенмен мен осы жобаның нақты қолдаушысы екенімді өзім сіздерге бүгін ресми түрде айтқым келіп отыр, және де сіздерге осы жоба жөнінде керемет таныстырып, және де біз қалай Қазақстанды осы ТДФА-мен бірге, осы жердегі ағаларымызбен бірге агродержаваға айналдыра аламыз, соны толықтай көрсететін боламын. Және сол жөнінде қандай жұмыстар жасалып жатыр, сіздердің тараптарыңыздан қандай көмек керек, Қазақстанның үлкен агродержаваға айналу үшін қалай үлес қоса алатындарыңызды бүгін көрсететін боламын. Әуелі ТДФА-ның негізгі миссиясы, мына кішігірім роликті көре кетейік. Негізгі миссия ретінде біз осы жобаға қатысатын 4 негізгі тарап алатын шынайы пайданы атап айтамыз. Қазақстан халқына, Қазақстан үкіметіне, әлемдік институционалдық инвесторларға және барлық астық тұтынушы елдерге. Қазақстан халқына біздің ұсыныстарымыз: жер мәселесін шешу жолын, шетелдіктерге жерді сатпау және жалға бермеу мақсатында біз сол жерді 1000 бөлікке бөліп 21 мен 35 жас аралығындағы Қазақстан азаматтарына бөліп береміз. Олардың әрқайсысы жылына $1 миллион кепілді табыс табады. $3 миллиард жаңа агротехника сатып алынып, 21 мен 35 жас аралығындағы 200 Қазақстан азаматтарына бөліп беріледі. Олардың әрқайсысы жылына $1 миллион кепілді табыс табады. 1200 тиімді менеджер 30 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашады. Әр адамның жалақысы айына кем дегенде $700 болады. 100 ауылға 100 жаңа аурухана, 100 мектеп, 100 балабақша саламыз. Халыққа тегін білім беріп, кепілді жұмыс орындарымен қамтамасыз етеміз. Біздің жаңа жүйемізде тарихымызда болған әділ билер сотын қайта жандандырамыз. Үкіметке біз Қазақстанның агроөндірісін субсидиясыз қалпына келтіру және жедел дамыту жүйесін ұсынамыз. Ол жүйе Қазақстандағы кем дегенде 7 миллион адамға позитивті, мультипликативті әсерін тигізеді. Біз бұл модель Қазақстанды экономикалық дағдарыстан шығаратынына сенеміз. Инвесторларға біз өте пайдалы және қолайлы ұсыныс дайындадық. Сонымен қатар инвесторларға әсері тиетін барлық тәуекелдің түрлерін қарастырып, оларды азайту немесе мүлде жою жолдарын ойластырдық. Бұл жобаны іске асыру үшін $7 миллиард ақш қажет, және де жобаның өтеу мерзімі 5 жылды құрайды. Сонымен қоса, бұл жоба Біріккен ұлттар ұйымының 17-ден тұратын тұрақты даму мақсаттарының 16-сын шешеді. Астық тұтынушы елдерге біз азық-түлік қауіпсіздігі жүйесінің тиімді түрін ойлап таптық. Қазақстан Республикасының аумағында әлемдік азық-түлік банкын құруын ұсынамыз. Міне, құрметті ауылдастар, өздеріңіз көріп отқандай, бұл ғаламат жоба болашақтың сәулетшілері деген керемет енді проект деп айтуымызға болады. Құрметті достар, құрметті қандастар, егер дәл осы жоба жүзеге асатын болса, сөз жоқ, Қазақстан агродержаваға айналады, және мен оған 100 емес 1000% сенімдімін деп айта аламын. Жалпы достар, бұл жобамен, бұл жобаның авторларымен негізі менің жалпы қандай байланысым бар, мен соны айта кетейінші сіздерге. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мынау менің арнам. Сіздердің арқаларыңызда, Алла разы болсын барлығыңызға, міне 21400 адамнан асып отырмыз. Менің YouTube арнамның жалпы статистикасына келетін болсақ, 1.159.624 көрілім болған екен. Міне мына жақта, оң жақта. Сонымен қатар бұл арна 2021 жылы 1 наурыз күні тіркелген, және содан бері қарай қазір 1,5 жыл уақыттың ішінде 21400 адамға жетті, және де содан бері сіздермен Қазақстанды агродержаваға айналдыру үшін көптеген мәліметтерді бөлісіп келе жатырмын, және сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Алла разы болсын. Сіздер болмасаңыздар бұл жетістіктердің, нәтижелердің еш қайсысы болмайтын еді.
Енді міне көріп отқандарыңыздай, мен дәл 2020 жылы 1 наурызда бастадым бұл арнаны ашып. Дәл сол кезде пандемия басталған еді. Және одан кейін 15 күннен кейін Қазақстанда төтенше жағдай жарияланып, Қазақстанда карантинге жабылды. Дәл сол кезде параллельді түрде мен сіздерге биогумусты айтып, биогумусты Қазақстанды қалай агродержаваға айналдыратынын айтып жатқан кезде, құрметті ауылдастар, мына жақта мынадай бір керемет жоба жүзеге асып бастап жатқан екен. Бұл міне tdfa.kz немесе The Development Fund of Agriculture деп аталатын жоба. Бұның авторлары өте керемет, біздің қандастарымыз, ағаларымыз, сіздердің көбілеріңізге іні болып келеді. Шетелде оқығанына қарамастан, сол шетелде қалып қоймай, елімізді дамытамыз, оң үстіне еліміздің ауыл шаруашылығын дамытамыз деп ниет етіп оралған, міне дәл осы жобаның авторлары осы ағаларымыз болып табылады. Құрметті ауылдастар, біз дәл осы жобаның жүзеге асуына көмектесетін болсақ, сөз жоқ, біз Қазақстанның үлкен өзгерісіне, былайша айтқанда, алғашқы қадамды жасаймыз. Өйткені бұл жобаны сіздер көріп шыққан боларсыздар деп үміттенем. Көрмеген болсаңыздар, міне мына жақтағы болашақтың сәулетшілері 1 бөлім, болашақтың сәулетшілері 2 бөлім, болашақтың сәулетшілері 3 бөлім. Осы 3 бөлімді көріп шығуға сіздерге кеңес беремін. Бұл жобаның кереметтілігі сол, біздің Қазақстанда дәл қазіргі таңда 19 миллионға жуық халық болса, соның жартысына жуығына, яғни 7 миллионға жуық адамға, былайша айтқанда, керемет оң әсерін тигізеді, жұмыспен қамтылады, былайша айтқанда үлкен пайдасын алып келеді. Сонымен қатар Қазақстанның 5 миллион гектар жерін керемет бидаймен өсіріп, сол жерді пайдаланатын боламыз. Мен әрқашан айтамын ғой, бос жатқан жер жау шақырады дейміз. Міне дәл соны бұл ағаларымыз керемет пайдаланып жатыр. Енді бұл ағаларымызға өкінішке орай қол байлау болып тұрған бір ғана нәрсе, бұл жемқорлық. Дәл сол жемқорлықтан арылу үшін бүгінгі таңда бұл ағаларымыз керемет Генезис атты жүйені ойлап тапты, және жаңа айтып отқан 100 ауылға 100 аурухана, 100 балабақша, 100 мектеп салып беру үшін бұл ағаларымызға біз қолдау көрсетуіміз керек. Енді қалай қолдау көрсетеміз дейтін болсақ, оған сіздер біразыңыз жасап қойған да шығарсыздар, ендігі біразың жасамаған боларсыздар. Жасамаған адамдар болса, мен сіздерге қазір соны қалай жасау керегін, яғни петицияға қол қоюды көрсететін боламын. Петиция не үшін керек дейтін болсаңыздар, петиция бұл біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа былайша айтқанда жазба түрде, яғни құжат түрінде, міне мынанша халық бізді қолдап отыр, былайша айтқанда біздің артымызда адамдарымыз бар, халық бізбен бірге, сол себепті сіздер де қолдасаңыздар, мемлекетіміздің орасан зор дамуы басталады дегенге дәлел үшін былайша айтқанда дәл сол петицияға қол қою қажет. Енді сол петицияға қалай қол қою керек, соны қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Дәл осы мына видеоның аясында міне былайша айтқанда болашақтың сәулетшілерінің бірі Арсен деген ағамыз қазір сіздерге көрсететін болады. Осы жаңағы TDFA арнасындағы барлық видеоны көріп шығуға кеңес беремін, және ең маңыздысы міне мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне былайша қол қоясыздар. Чтобы подписать петицию, необходимо всего лишь пройти по этой ссылке, ввести имя, ИИН, номер телефона и готово. Міне көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай петицияға қол қойсаңыздар болады. Енді петицияға қол қою үшін міне мына астындағы подписать петицию дейді, қазақша нұсқасы да бар негізі бұның. Дәл соған кіріп қол қойсаңыздар болады. Міне ол үшін мына сілтемемен өтеміз былай. Ноутбукпен өтсеңіздер де болады, телефонмен өтсеңіздер де болады, және соған өткеннен кейін мына жерден өздеріңізге ыңғайлы тілді, өзіміздің ана тілімізді, қазақ тілін таңдап алсаңыздар болады. Және осы жерде міне мынадай жазуға сіздер кездесесіздер. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атына жазылған петиция елді экономикалық дағдарыстан алып шығатын және қазақстандықтарды айына $700 $2000 дейін жалақымен және де 300 мың жұмыс орнын қамтамасыз ететін болашақ сәулетшілер жобасына қолдау ретінде петицияға қол қойыңыз дейді. Жариялау күні 2021 жылдың 2 айы, яғни ақпан айының 15 күні. Енді содан бері қарап тұрсаңыздар 18918 адам қол қойған екен. Дәл осы видеоны көріп отқан сіздер де қол қоятын болсаңыздар,
енді менің ойымша бір 400-500 адам немесе 1000 адам қол қояды деген үміттемін. Және осының санын егер 300 мыңға жеткізетін болсақ, онда Алла бұйыртса осы жоба басталып, жаңағы мемлекетіміз 30 жылдан бері қол жеткізе алмай келе жатқан нәрселерге, яғни 100 балабақша, 100 мектеп, 100 аурухана, солардың барлығы салынады. Ауылдарымыз керемет дамиды. Бұл жетқанда, құрметті қандастар, Қазақстан әлемдегі нөмірі 1 агродержаваға айналады. Өткені жылына 20 миллион тонна, қателеспесем, бидайды экспортқа шығарады. Сонымен қатар 1 миллион ірі қара басты бордақылап шетке ет сатады. Міне осындай алпауыт жоба. Сол жобаны қолдау үшін осы петицияға қол қоюларыңызды өтінемін, құрметті достар. Қол қою үшін жаңа көрсетіп өтті. Дәл солай қол қоясыздар. Міне бұл жерде мына көріп тұрған жерлеріңізден қол қою деген батырманы басасыздар. Сонымен мына жерде толық аты жөні, одан соң жеке сәйкестендіру нөмірі, яғни индивидуальный идентификационный нөмір дейді, ин нөмірі қысқаша. Соны жазсыздар, және телефон нөмір жазсыздар, және яғни робот дегенді басасыздар да өзіңіз робот емес екеніңіздерді дәлелдеп, сосын қол қоюды бастаңыздар, болды. Сонымен сіздердің басты миссияларыңыз аяқталды, яғни өз қолдауларыңызды көрсеттіңіздер деген сөз. Міне қазір қанша 1082 адам қалыпты, яғни соған толықтырып жеткізіп жіберейік, құрметті достар. Ал енді мен сіздерге қазір керемет бір тағы бір жерін көрсетіп өтейін. Осы Болашақтың сәулетшілері фильмінің әсіресе ауылды қалай дамытады, міне соны көрсетейін. Содан соң сіздердің осы жобаны таратуға, ары қарай осы жоба жөнінде бөлісуге деген құштарлықтарыңыз, қызығушылықтарыңыз арта түседі деген менің ойым бар, жалпы, құрметті достар. Өйткені мына жоба жүзеге асса, енді Қазақстанның ауыл шаруашылығы, тек қана ауыл шаруашылығымыз, Қазақстанның жалпы ауылы аймақтары орасан зор өзгеріске ұшырайды. Оны мына Болашақтың сәулетшілерінің әсіресе 3-ші бөлімінен көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге дәл сол жерін қойып берейін, Алла бұйыртса. Өте керемет, енді бұл жетқанда өзгерістер болады. Бұны айтып жеткізу мүлде мүмкін емес. Міне 14-ші тарауда ауыл деген бөлімде қараңыздар. 14-ші тарау ауыл. Мен Канадада 8 жыл өмір сүрдім. Олардың ауылдарын көргенде таң қалдым. Басыма сұрақ келді. Неге біз Қазақстанда солай істей алмаймыз? Сол мақсатпен еліме оралып, ауылды көтеретін дамыту жүйесін ойлап таптым. Біз өмір сүргіміз келетін арманымыздағы ауылды жобаладық. Ауыл жобасына келесі объектілердің құрылысын енгіздік. Комьюнити орталығы, онда конференц залдар, шағын кинотеатр, фитнес, бассейн, спорт секциялар болады. Ультра заманауи жабдықтар бар аурухана, Финляндиялық білім беру моделі бар мектеп. Мектепке дейінгі оқу бағдарламасы бар балабақшалар, синтетикалық мұздағы хоккей алаңы, заманауи жайлы қонақ үйлер, коммуникациялық желілер мен су тазарту жүйесі. Енді басты сұрақ, бұл объектілер кімнің қаражатына салынады? Сіздер түсініп отырғандай, тиімді менеджерлер өте жақсы ақша табады. Ол жылына $1 миллион құрайды. Мұндай тиімді менеджерлердің саны 1200 болады. Біз Қазақстанда 100 ауылды дамытқымыз келеді. Әрбір ауылда 12 тиімді менеджер тұратын болады. Мемлекеттен барлық салықтардан босатуды сұраймыз. Бізде өзіміздің 33% әлеуметтік салығымыз болады. Бұл қалай жұмыс істейтін болады? 12 тиімді менеджер жылына $12 миллион табыс табады. Және осы соманың 33%-ын ауылды дамыту қорына инвестиция ретінде құяды. Бұл қордың иелері 12 тиімді менеджер болып табылады. Осы қордың арқасында 10 жылдың ішінде олар бүкіл ауылды өздері құрады. Сондай-ақ әр ауылда 10 000 бас ірі қара малға арналған бордақылау алаңдары салынады. Мен әлемдегі ең үлкен 1 миллион бас қара малды басқару жүйесін ойлап таптым. Біздің жүйемізде 1 миллион бас мал алғымыз келеді. Олар 30 000 қызметкер арасында әділ бөлінеді. Бірақ бұл меншіктің классикалық түрі емес. Бұл бағалы қағазға немесе акцияға иелік ету сияқты. Біз оны ірі қара мал квотасы деп атаймыз. Бұл қалай жұмыс істейді? ТДФА өз есебінен әр ауылда 10 000 ірі қара малға арналған 10 бордақылау алаңдарын салады.
ТДФ репродукторлардан бұзау сатып алып, олар кредиттік рейтинг пен лауазымдарына сәйкес тиімді менеджер қызметкерлерінің арасында квота бойынша беріледі. Бұл орташа алғанда әр адамға 33 ірі қара малдан келеді. Бордақыланған малды сауда үйі сатқаннан кейін, қызметкерлердің шотына бір сиыр үшін 100-ден 300 долларға дейін сыйақы түсетін болады. Одан 33%-ын ауылды дамыту фондына арналған жарна мен сақтандыру сыйақысы төленеді. Ірі қара малға байланысты барлық тәуекелді коммерциялық емес, резервтік сақтандыру фондымен сақтандырылады. Бір жүйедегі 1 миллион бас ірі қара мал дүние жүзіндегі ең үлкен мал басы болып табылады. Егер бір адамның қолында 1 миллион бас ірі қара мал болса, ұрлық көп болуы мүмкін. Ал енді мал ауыл адамдарының бәрінің меншігінде болса, әрқайсысына өз малының дені сау, жақсы өсуіне талпыныс жасайды. Өйткені олар малдың бағасы, салмағына қарап құрылатынын түсінеді. Салмақ көбейгенде малды қымбатырақ саталады. Ал егер мал өліп қалса, ештеңе алмайтынын да түсінеді. Осылайша ұрлау мен малды қараусыз қалдыру мәселелері туындамайды. Біздің ауылда тегін электр энергиясы және автомобильдер үшін тегін жанармай болады. Бұл сиыр тезегін өңдеу зауытының көмегімен жүзеге асырылады. Малдың көп санын ескере отырып, ауылды дамыту бағдарламасында ірі қара малдың тезектерін өңдеу бойынша 100 неміс зауытын сатып алу көзделген. Олар тұрғындарды жанармай және электроэнергиясымен тегін қамтамасыз етуге арналған ауылды дамыту фондының қаражатына орнатылатын болады. Жылына 300 мың адамды энергиямен қамтамасыз етуге жеткілікті болатын. Шамамен 350 мың мегаватт электр қуатын алу мүмкіндігі бар. Немесе көлікке арналған 114 миллион кубометр биогаз аламыз. Автомобильдің жылына орташа есеппен 18 мың километр жүріп өтетінін ескерсек, бұл 30 мың автомобильдің жылдық тұтынуына жетеді. Органикалық егіншілікті дамыту үшін 2 миллион тонна органикалық тыңайтқыштар шығарылады. Аталған өндірістің түрлері ауыл инфраструктурасына жағымды әсерін келтіріп, ауыл тұрғындарының әл ауқатын көтереді. Сол себепті менеджерлер ауылды дамыту қорына қаржы құю арқылы өз-өздерін тегін жанармай және электр жарығымен қамтамасыз етеді. Біздің ауылда СИП панелінен әдемі 2 қабатты коттедждер салынатын болады. СИП технологиясы Қазақстанның климатына бейімделген үйлердің заманауи конструкторлық технологиясы. Үйдің тұрғызылу уақыты 3 апта. Үйдің өзіндік құны СИП технологиясын қолдану арқылы арзандайды. 200 шаршы метрлік үйдің орташа құны 25 пен 35 мың доллар көлемінде. Үй сатып алу үшін сіз ипотекалық бағдарламаны пайдалана аласыз. Кредиттік Міне достар, бұл ешқандай да ертегі емес, құрметті ауылдастар, құрметті қандастар. Бұл байшықанда шынайы басталуға дайын тұрған әрбір бөлігі, детально дейміз ғой, байшықанда егжей-тегжейіне шейін жоспарланған үлкен осындай жоба. Және бұл жобаны жасап жатқан өзіміздің қазақ қандастарымыз, ағаларымыз, және де өзіміздің патриот жастарымыз деп айтуымызға болады. Сіздерден тек қана бір ғана көмек, ол петицияға қол қою. Және де сол петицияға қол қоятын сілтемені басқа WhatsApp группаларға тарату, басқа Telegram чаттарға тарату, өздеріңіздің туған туыстарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға жіберу, және барынша осыған жылдам арада 300 мың қол қойып, былайша жинап беру. Міне, соны біз жасап беретін болсақ, Алла бұйыртса, бұл ағаларымыз Қазақстанды агродержаваға айналдырады, және Қазақстан армандағы Қазақстанға айналады деп айтсақ әбден болады достар. Еш нәрсеге бас қатырып керек жоқ. Барлығын детально жасап, барлығын ойластырып жасап қойған, осы 3 сериядан көріп шықсаңыздар болады. Және де біз тек қана сол петицияға қол қою арқылы көмектесе аламыз. Және соның арқасында бұл жоба жүзеге асатын болса, енді Қазақстан адам танымастай өзгереді. Жаңағы видеороликтерден көріп отқандарыңыздай, бұл ешқандай да былайша айтқанда ертегі емес, ешқандай фантастика емес. Бұның барлығына жүзеге асыруға қол жеткізуге болады.
Неге? Өйткені бұл ағаларымыз әбден күні түні ұйықтамай соған дайындалған, жоспарлаған, жұмыс жасаған, еңбек еткен, және ең бастысы бұл ағаларымыз әрбір нәрсені біліммен жасап отыр. Мен осындай ағаларымыздың шыққанына өте қатты қуаныштымын. Әсіресе ауылды дамытамыз, ауылды көркейтеміз, Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамытамыз деп шыққандарына өте қатты қуаныштымын. Өйткені көптеген шетелде оқыған ағаларымыз, қандастарымыз Қазақстанға келіп, Қазақстанда жемқорлық, Қазақстанда мүмкіндік жоқ, Қазақстанда ешқандай болашақ жоқ, бұл жақта бізге жұмыс жоқ деп сылтауратып шетелге кетіп жатқанда жастардың басым көпшілігі, бұл ағаларымыз керісінше Канадада жүргенде қарамастан, Америкада жүргенде қарамастан, сол жақтағы жақсы дүниені елімізге әкеліп, Аллах тағала разы болсын дегім келеді бұл ағаларымызға. Қазақстанды көтереміз, Қазақстанның ауылын көтереміз деп, осы жақтағы жемқорлықты жоямыз деп қазір Генезис деген жүйені ойлап тауып, осылай іске кірісіп жатыр. Және де Генезис деген жүйеге тіркеліп, сол жүйенің белсенді қатысушысы болып, осы жаңағы 1200 тиімді менеджердің бірі болсаңыздар болады, және де сол арқылы $1,000,000 табыс табуларыңызға да әбден болады, құрметті. Әсіресе ол жастарға қатысты нәрсе. Ал үлкен ағаларымыздан, аға буындардан петицияға қол қойып, жаңағы басқа қандастарымызға таратсаңыздар, ең бастысы сол. Осы міне ТДФ арнасы ең алғаш рет 21 тамызда ашылған екен, және мен сіздермен бірге осы ауыл шаруашылығы YouTube арнасын дамытып жатқан кезде бұл ағаларымыз Канададан үлкен қиындықтармен, былайша айтқанда, жаңағы бидайдың Хайпро деген тұқымдарын алып келген екен. Мен осындай ағаларымыздың менімен параллельді түрде Қазақстанды агродержаваға айналдырамыз деп үлкен осындай жоба жасағанына қуаныштымын, және менің ойлағанымнан әлде қайда мықты, жүйелі түрде командамен жасаған бұл ағаларымызға Алла разы болсын дегім келеді. Және мен өзімнің аудиторияма, құрметті ауылдастарым, тек қана осы петицияға қол қойып, осы ағаларымызға көмек берейік дегім келеді. Ол үшін ешқандай қиындық жоқ. Жаңа айтып өткенімдей, жаңағы сілтемеге өтесіздер, одан кейін ешқандай проблемасыз өздеріңіздің алдымен телефон нөмірлеріңізді жазасыздар, және де жеке сәйкестендіру нөмірлеріңізді жазасыздар. Міне қазір тағы бір көрсетейін. Мына жерде подписать дегенді бассаңыздар, міне толық аты жөндеріңіз, сәйкестендіру нөмірлеріңіз, телефон нөмірлеріңіз, одан соң яғни роботты басып қол қоясыздар. Болды, осылайша кетеді. Және осы сілтемені міне көріп тұрғандарыңыздай genesis.tdfa.kz/petition дегенді сілтемені бөлісіп, WhatsApp группаларға, Telegram чаттарға осыған көбірек петицияға қол қоюды басқанда жарнамалаңыздар. Өткені осы петиция арқылы біздің үкіметіміз осыған жауап беріп, ертең жоба жүзеге асса, Қазақстанның дамуына сіздер де үлес қосқан болып табыласыздар. Ендеше сіздермен